Соңғы кездері балаларға қатысты жан түршігерлік қылмыстар жиілеп кетті. Мұндай оқиғалар мектепте, көшеде, тіпті үйде болып жатады. Жауапты мекемелер мен құқық қорғау органдарының қызметі ойдағыдай нәтиже бермей тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Сондықтан зорлық-зомбылықтың алдын алу саясаты қайта қаралып, әйелдер мен балалардың құқығын қорғау шаралары заңмен күшейтілмек. Өкінішке қарай Павлодар облысында зорлық-зомбылықтан жапа шеккен қыз-келіншектер көп. Ел бойынша ертіс өңірі көш басында тұр. Құзырлы орган берген мәлімет бойынша жыл басынан бері 700-ге жуық жағдай тіркелген екен. Бұрын жаңағы арыз шағымы болмаса, ол тіркелмейтін. Қазір заң қабылданды. Егер арыз шағымсыз барған кезде жаңағы осындай зорлық-зомбылықтың үстіне тап болып жатса, ол жаңағы арызсыз оны толық әкімшілік не болмаса қылмыстық жауаптылыққа тартуға толық құқықтық мүмкіндігі бар.